Ол балабақшада шаруашылық меңгерушісі болып істейтін. Оны үлкен-кішінің барлығы Гоша ағай деп атайтын. Мүмкін олай деулеріне Гоша ағайдың ешкімді жан-жағына бөлмейтін мейірімді мінезі себеп болды ма екен. Расында ол шамасы келгенше әркімге қол ұшын беруге дайын тұратын. Оны ауыл жұртының ілтипатына бөленген өмірдегі бір бақытты жан дерсің. Құдайдың қосқан қосағы да әйел затының аса көріктісі еді. Ол аз болғандай, бірінен бірі өңді үш қыз да бой жетіп келеді. Осылардың бәрі рас болғанмен бақыт туралы күмәндеді. Гоша ағайдың өзі де ол қайғысын іштей түйсінеді. Ал ауылдастарының көлгірсіп, жорта арқасынан қаққаны, оны қасақана табалап қорлаған сияқты. Әлде Гоша ағай олардың шын ниетін түсінбеді ме екен? Оның ұққаны адамның аяудың өзі қорлағанмен пара-пар, бірақ оларға да мін тағуға болмайтын тәрізді. Себебі олар жақсы адамды аяйды. Гоша ағай да жақсы адамның рөлін ойнап, қосағымен қосағарып келе жатыр. Айтпақшы, ол кісінің азан шақырып қойылған есімі Ғали Ақбер еді. Жұрт оны өзімсініп Гоша деп кеткен. Егерде әйелі ойнас жасаған еркектің басына мүйіз шығатыны рас болса, онда Гоша ағайдың мүйізі баяғыда қарағайдай болып қанша еңкейгенмен үйіне кіре алмайтын халге жетер еді. Ал жатыры жынданған Заиданың жыныс мүшесіне деген тозбайтын дүние еді деп амалсыз таң қаласың. Жас кезінен қағынған Заида тұрмысқа шығып неше бала тапса да, нәпсі құлдығынан арыла алмады. Оған күнделікті қатынас керек болды. Ал Гоша ағай сонау жас кезінде-ақ бұл тойымсыз қатынның толассыз талабына қолды бір сілтеген. Бір ғажабы Заида кейбір берекесіз әйелдер құсап, арақ-шарапқа салынып үйден бала-шағадан безіп кеткен жоқ. Ол әр жол кездескен еркегінен өзіне дәрумен алғандай күйде оралатын. Елдің өз жайлы не дейтінін жақсы білді. Бірақ елдің дегенін елемейтін, ерік-жігерін жаулап алған нәпсісі тым басым еді. Бұнда махаббатқа теңейтін қастерлі дәнеңе жоқ. Тек қотырды қасығандағы айыз қандырар тұшыным секілді бір нәрсе жанын жадырататын. Мүмкін Заида әр жол тек арқасын қасытып келдім деп сезіне ме екен. Әйелінің сондай бір жайнаңдап оралғанын көрген шақта жан дүниесі құлазып кеткен Гоша ағай ащы суға саң ауып кемінде бір апта төсек тартып ішетін. Өзін жер бетіндегі ең сормаңдай еркекке теңеп, ел көзіне көрінбей жұмысқа да қолын бір сілтеп өзімен өзі күңіренетін. Ара-тұра болып тұратын бұндай кезексіз демалыс онша жиі емес. Балабақша меңгерушісі де Гоша ағайдың қайғысын ұғатын сыңай танытып, тым тықақтамайтын. Есін жиып қайта оралғандағы кешіріңіз, енді қайталанбайды дегеніне шынымен сенген рай танытып, келесі күңіренісі қашан келер екен деген дүдәмәл көңілде қала беретін. Гоша ағайға біреудің бақытсыздығын көре тұра көзіне көлгірсіп, сырт айнала берді елдің пыш-пыштау аса ауыр тиеді. Адамды тірідей өлтіретін де осы қу сөз ғой. Бұның әйелімен төсектес бір еркекмен сөйттім деп Гоша ағайдың бетіне тіке айтса, әйелімен өзінің намысы үшін жұдырықтасуға да барар ма еді? Сондай бір шер тарқататын себептің де болмаған оны қатты күйзелтеді. Бұның осындай сорлы екенін біле тұра ел оны қошеметтейді. Ол одан құрмет сезінбей қайғысына қайғы жамалып, қорланған үстіне қорлана түседі. Бұл да мәңгілікке созыла бермес. Бір күні бұл азаптың да соңғы сағат соғар. Бірақ ол күтулі уақыты әлі қанша бар. Міне Гоша ағайдың жүйкесін жегідей жейтін де осы. Келе-келе бұл уайымда баяғыдай жанға батпайтын болып, көрмесе елпеңдеп туысын сағынғандай күйге ауысып, маңайына жазылған тағдырына айналды. Оны өзгертуге еш шара да шама да жоқ еді. Бұйырған осы өмірдің ағысына қарсы жүзбей, бітер жеріне бітіре салғанды жөн санап, үміттен күдер үзіп, ақыры тәлейіне мойынсынды. Бір қуаныштысы да, тозақтың да ақырыны бары. Бірақ оның өзі яки әйелі көз жұма қалса да соңында қалған із таңба талайға дейін өше қоймас. Дегенмен адам жады да мәңгі емес қой. Бұларды да ешкім еске алмастай, күн туып соңындағы қаңқу сөзде бір жолата өшер. Кейде Гоша ағайдың ой сан саққа жүгіреді. Құтырма ауруының итпен мысықтан және аңнан жұғатын барша жұрт біледі. Ал жатыр құтырмасы деген сұмдықтың қайдан тап болатынын жан пендесі білмейді. Ежелдегі Платон деген бір данышпан жатыр әйелдің ағзасына кіріп алып бойына бала біткенді көксейтін аң тәрізді депті. Егер әйел ұзақ уақыт бала көтермесе, оның жатыр жынданып не бір кеселді дертке апарыпты. Ал бұның әйел бала да көтереді, біреу емес үшеуін тапты. Осындай сандыраққа кісі сене ме? Әйтеуір жатыр құтырмасы деген пәленің өзгеден емес, өз қатыннан шыққаны Гоша ағайды қатты таңғалдырады. Сонымен оның әйелі Заида жатыр құтырмасына шалдыққан бейшара жан еді. Бейшара деп мүсіркеуге бір себеп, Заида ара-тұра болмаса жыныстық қатынасынан ләззат сирек алатын. Неге десеңіз, оған арасы үзілмейтін, тәттінің үстіне тәтті жалғаса беретін толассыз нөпір керек еді.
ал ондай жағдайды ешбір еркек баласы жасауға қауқарлы емес. Зәйданың басты бақытсыздығы осы еді. Гоша мен оның туыстарының алаңы, мына кесел жұққан қатынның дерті желкілдеп, енді келе жатқан қыздарына жұғып кетпесе екен деген қауіп. Осындай арсоқ берсоқта жүргенде Зәйданың жатырына қатерлі ісік қонып, бір абырой ем қонар дер кезінде анықталып, құтырған аңды түп тамырымен кесіп алып тастады. Содан бері біраз уақыт өтіп, құрт өлгесін әйелдің де жаны жай тауып, бой жетіп қалған қыздарына төнген қатер сейіліп, қазіргіше нимфомания деген пәле олардан іргесін аулақ салған сыңайланды. Алдыңғы екі қыз жөн тауып, соңдарынан сөз ердірмесе, ал сүткен жес Әсима бай қызығын көп көрмеді. Мінездер жараспады деген желеумен ажырасып, бір жасар қызын құшақтап әке шешесінің үйіне қайтып келді. Ақиқаты, оны енді көрсем көзім шықсын деп байы қуып жіберген. Алғаш үйленген кезде мынандай бойында ыстық қаны тасыған ләззаттан күні түні жалықпайтын, жанары жаныңды арбаған, көркіне көзің тоймайтын керемет жанды жар қылған ол мақтан етіп еді. Уақыт өте әйелдің тым жиілеп кеткен талабынан шығуға мұршасы жетпейін деді. Кереметтей көрінген ғажабы тас қопарған жұмыстан әрмен болып дала ісінен саудырап келген бұны мүлдем азапқа түсірді. Адам баласы тәулігіне 3 мәрте ас ішіп, асқазаны қанағат тапса, Әсиманың астыңғы ағзасына тоқтаусыз қимыл керек болды. Күйеуінен қайран кеткен соң ұят-сұят сырып, сол ауылдағы еркек атаулыға өзі шапты. Ол үлкен кіші деп бөлмеді. Кіндігі жарағанның бәрін өзіне артылып, қолдан қолға өтіп арсыз қатын деген атағы аз уақытта дүйім елге тарады. Ал туған ауылына оралған соң әлдеқалай бұл жалаптығы сап тыйылды. Әсиманың кішкентай қызын ата әжесі қарады. Зәйдаға тартқан қоңыр қой көздері кісіге жып-жылы баурай қарайтын. Атасы жиен немересінің көрікті келбетіне шоши қарап, әжесі мен анасының тағдырын қайталамаса екен деп Құдайға жалбарынып, іштей жік-жаппар болатын. Әсима сатушы болып дүкенге жұмысқа тұрды. Шешесінің әдемілігі мен әкесінің есеп-қисапқа жетігін еншілеген ол тез арада алдыңғы қатарлы сауда қызметкер санатына көтерілді. Сонымен коммунистік еңбектің озаттары қатарында Әсима да облыс орталығына өткен үлкен жиынға барып марапат алу құрметіне ие болды. Кілең әлем-жәлем киініп әлдекей жалаған қыз келіншек ресторанға сау ете түскенде, сауық құрып отырған еркек тұқымдастарының бастары шыр айналып, делебелер қозды. Сол шулы кеште шараптан шалқып, төсінде қос алмасын дірілдетіп бидің түбін түсіріп жүрген Әсима қутыңдаған бір тықырдың өзін қалай қолтықтап кеткенін аңдымағанда сықылды. Ертеңінде пәңгір бестерін әзер жиған жерлестері оны талайға дейін жоқтай қоймай, тек түстен кейін қайтар көлікке бет алғанда ғана іздестіре бастады. Енді жүргелі тұрғанда шашы дудырап, көзінің асты күлтілде болды жетті. Түнмен ұйқы көрмей, соңы ит жығыспен аяқталып сойқан күрестен шыққан адамға ұқсайды. Онымен қатар отырған келіншек Әсиманың қайда жоғалып кеткенін сұрады. Анау таң атқанша көз ілмей махаббаттың сұрапыл шайқасында болғанын айтты. Бұндай еркекті көрген емеспін. Адам денесіндегі ләззат алатын жердің бәрін білетін, қуаты сарқылмайтын нөсер екен. Қойшы әр деп келіншек іштей ынтықтығы лау етсе де жақтырмаған сыңай танытты. Оның қандай екенін көрмеген соң тыржиып отырсың ғой. Мен немене, еркек көрмеді дейсің бе? Жүйріктен жүйрік шықса аяғы тыпыр-тыпыр етер демекші, білеміз бірдеңені, бізде қара жаяу емеспіз. Күйеуің бар емес пе? Күйеу бар әйел өле-өлгенше етегіне намаз оқып өтуі керек пе? Шыдатпай барады. Анау қалқып кеткен аш сезімді қайта оятып жіберді. Еркекпен жолықпасам өліп кететін сияқтымын. Туу құрып қасын, жоқтан өзген айтады екенсің. Жол үстінде саған қайдағы еркек, ауылға жетейік те. Толастың таяуда түрмеден босап, жоралармен бірге таңды таңға соғып, бостандығын тойлап жүрген кезі болатын. Сондай бір аузы құрғап, миы түзеліп үлгермей қалықтап жүрген күндердің бірінде оған Әсима жолықты. Ол мына көркем қызды нақ басып танымады. Бұл үйіптеп 5 жылда арқалап кете барған кезде Әсима ақ бантигі желпілдеген мектеп оқушысы еді. Бірақ толас қыздың көзіне тесіле қарады да, сен Зәйда апайдың қызы емессің бе деп төбесінен түсті. Немене, ұқсап тұрмын да деп сұрады Әсима, намыстанған кейіп танытып. Шешеңдікі секілді сенің де көзің алдымен арбап сосын табаға салып қуырғысы келетіндей деді толас, даусы құмығып. Оның тұла бойын әйелге деген таңсықтық дір еткізді. Неше күнгі бей-берекет ішіс, ертеңінде оған тек бейнет қана әкелетін. Ал мына қыз талайдан бері бұйырмай жүрген бақ тәрізді елестетеді. Шешемнің батасын сен де алған екенсің ғой. Ол кісі талайымыздың тұсауымызды кескен абзал әйел ғой. Тіпті солай деші. Әрине, барды бар деу керек, керемет әйел. Ол кісі қалай? Ол әйел емес, кісі де емес, құтырған жатырын кесіп тастаған мүгедек.
Анаң туралы осылай деуге қалай аузың барады? Ана, күлкімді келтірмеші. Иә, енді оның арқалаған қарғысы маған ауысты. Күні-түні тоюды білмейтін ләззат мешкейіне айналдым, деп Асима өтірік шыны белгісіз кемсеңдеді. Толас оны бауырына басып, алаңдама аяулым, сен мешкей болсаң, мен іші шұрқыраған қып-қызыл аштың өзімін, тең-теңімен тезек қабымен деген осы деп аймалап дірілдей бастаған әйелді өз ығына қарай икемдеді. Көп ұзамай бұлар үйлену тойын өткізді. Дүркіреген той болмаса да екі жартыны бір бүтін қылатын мерекелік дастархан жайылды. Толасты ұмыта қоймаған жора жолдастары да баршылық екен. Соған қарай ел арасында самопал атанған қол арағы мен самогон да мол болды. Әдемі отырыс кезінде Асима жоғалып кетті. Келін ұрлау деген дәстүрге сайып жұрт аса алаңдай қоймады. Жоғалған келінді тым ұзақта іздемеді. Жоғалса табылар дегендей, іздеушілердің бірі қолын бірін сілтеп дастарханға оралып еді. Оның соңынан қалғандар да балапанша ере жөнелді. Ах, ес Толастың өзі стол басында қорылдап есі кірген сәтте тағы бір шыныны қылқ еткізіп қайта құлаумен жатыр. Оған керек емесін қатын кімге керек? Әбден таң атқанда бастарын қайта-қайта түзеп елде тарады. Өзінің қайдан келіп қайдан тұрғанын ажырата алмай мәңгірген Толас бүгін қатын алып жатқанын әрең есіне түсіріп іздеуге шықты. Асиманың аппақ көйлегі умаж-умаж болып көршісінің қойында жатқан жерінен үстінен түсті. Төңірегінде шашылып жатқан бос шишалар бірінде жартылай қалыпты. Ыңырсыған көршісіне құйып беріп еді. Ол бет-аузы быж-тыж болып лоқси ішіп алды да, рахмет деп ишара жасауға ғана шамасы жетпей қайта жалп етті. Толас айқай-шу көтерместен, себебі бұлардың өзінің сөзін де ұғатын халде емес екені көрініп тұр. Қатын ақырын оятып сүйеп үйіне әкетті. Араларында ештеңе болмаған сықылды. Сонда бұл екеуі осында келіп тығылып арақ ішкен бе? Келесі күні Талас колхоз басқармасына жолығып жұмыс сұрады. Тау қойнауындағы жасанды көлге қарауылдыққа кісі таппай қиналып отыр екен. Бастапқыда кішкентай жылғаның алдын тоспалап, кейін суы молайған сайын дамба көтеріп, ақыры айдынға айналған көлге балықтың не түрін жіберіп қойған. Бұл келешекте балық өндіруді қолға аламыз деген бастама еді. Бастықтың мына ұсынысымен Толастың қалауы үйлесім тауып, ол ел жұрттан жырақ, бұның қатынына ешкім көзін сүзбейтін, еркек атаулыдан тек аюдың махаты ғана тентіреген тұсқа аттанды. Олды болды, құдды Толас, Асима үй шаруасына бапанда екен. Кішкентайлар мектепке барғанша осы арада тұруға бел байлады. Оған дейін мал жай жинап, дәулетті отбасы боларына кәміл сенді. Расында орайы келсе бәрі оп-оңай қиылыса кететін көрінеді. Бір жар жылдың ішінде қорасына мал жиналып ауласы құсқа толды. Таудың таза ауасы сіңімді, тамақ бұрындар сырт көзге қылдырықтай көрінетін Асиманың бөксесін толтырып, жүзі балбұл жанған қай жерін ұстасаң да балғын ет жегендей тамсандыратын әдемі ұрғашы болып шыға келді. Бір күні кешкірім ойда жоқта бір топ күтпеген қонақ сау ете түсті. Әбден кісі жатырқап, саяқ өмірге көшкен үй иелері бұларды қондырмастан еді. Егер олардың арасында Толастың бір танысы болмағанда, олар арнайы рұқсат қағазбен аңға шығып бара жатқан көрінеді. Жол жөнекей тұма-тұмаға тоқтаймыз деп күні кешкіріп алған сыңайлы, шеттерінен қызу, көл жағасынан жарық көріп далаға қонбайтын болдық деп қуанып әдейі бұрылыпты. Зонаның бірге таптаған танысын туған бауырындай қарсы алған Толас Асимаға дастарханды молынан жайдыртты. Қонақтар да құр алақан емес екен, бір дорба сарқытын ортаға салды. Таяу омартадан ара-тұра балыққа айырбастап алып тұратын бал мен бал сырасын ыммен әйеліне алдырып Толас та жомарттық танытты. Талай ішпегендіктен бе, Толас арақтың дәмін ұмытып қалған сияқты. Соны таңсық көрді ме, басқаларын қонақтарына тартып, өз өмірі шөлі қанбаған адамша аузына түйір салмай арақты ғана сылқылдатты. Аналардың екі көзі Асиманың соңында. Әйел теріс айналған кезде үйдегі шамдалмен жарса 7-8 жылтырақ бір-біріне шағылысып жалт-жылт ойнайды. Толас бастапқыда қыржиып мінез көрсетпекші болып отырған. Төпелдете ішкен арақтың әсерінен ол ойы көкейінен сөніп қалды. Көптен бері көшпеген бір рахатқа белшесіне малынып, төңірегі досқа толып алаңсыз мамыражай күйге түсіп, қызара бүрткен Толас жабыла теуіп оята алмайтындай тәтті ұйқыға қалай жалп ете түскен өзі аңғармай қалды. Ол ертеңгісін оянғанда төңірек жым-жырт, өмір өшіп қалған тәрізденді. Үйде өзінен басқа ешкім жоқ екен. Асима кішкентайды көтеріп әдеттегідей серуендеп көл жағасына кеткен шығар деп болжады. Мең-зең болған басын ұстап аулаға шықты. Әрі-бері жүгірген тауықтарды анандай жерде аяғымен жерді жорта тырмалаған бір қораз арамдамаға азғырып өзіне шақырумен әлек. Қора қопсы жақтан маңыраған мөңіреген мал даусы естіледі. Күн қызғанша жайылып үлгеретін мал бүгін қаңтарулы қалған.
желіні шіреген сауын сиырлардың бұттарын сүт керіп, бөгелексіз-ақ бауырын соққылап тепкіленеді. Малды шығарып үйреншікті өрісіне қарай беттетіп, зыңылды үйден түскен басын қайта-қайта шайқап, Толас үйіне кірді. Ол жан-жағына сипақтап қарап, екіұдай күйде біраз тұрды. Әрине басын түзетуді ойлады, бірақ одан да маңызды бір іс бар қапеліне есіне түспей алаңдата берді. Төргі бөлмеден баланың жыламсырағаны естілді. Кішкентай ұлы оянып алып, төсекте қалқиып жалғыз өзі отыр екен. Ол көзін уқалап қасына таяған әкесіне кетпес дегендей ұмсынды. Толас оның ұйпалақтанған шашынан сипап, емірене ыңылдап балақайды қайта ұйықтатты. Сан саққа жүгірген ой бір шешімге жүгініп, кенет қабырғада ілулі тұрған қос ауыз мылтығын алып, дара оқты қос патронды оқпанына сүңгітті. Әлгінде малды шығарып жүргенде байқаған жыланның ізі секілді бедерленген автомашина доңғалағынан қалған таспа көз алдында жарқ етті. Жас шөпті мыжып көл жағасына беттепті. Ол маңынан қарайған ештеңе көзге шалынбайды. Әсиманың солармен бірге кеткеніне еш күмәні қалмады. Мылтықты кеудесіне көлденең ұстап, аласұрған жүрегі басын тепкілеп, көлді жағалап дедектей жүгірді. Өкпесі күйіп, тізе бүгетін жерді көзімен шолды. Анандай тұстағы арқандауы тұрған шағын қайықты байқап, тәлтіректей соған қарай аяңдады. Жақындай бере ішінде қарны жарқырап жатқан өз қатынын таныды. Біріне бірі сүйеніп үйіне келгенде есік алдынан жылап-жылап бода-бода шыққан ұлдар қарсы алды. Балақай мамалап шешесіне қарай тай-тай басты. Анау есі кіреслі шығасыл халде мазамды алма дегендей оны кейін жасқап үйге кіріп кетуге асықты. Олым, шешеңнің қандай адам екенін көрдің бе? Мәңгі есіңе сақта деп Толас тісін шықырлатты. Сосын шөл деген баласына су беріп, біраздан соң бұламықта дайын болады деп көңілін аулаған болды. Оның сөзін өзінен басқа ешкім тыңдаған жоқ. Қарны ашқан балақай қайтадан қыңсылай бастады. Әсима төр бөлмеге кірген бетте ет-бетінен құлапты. Оған өз тыныштығынан өзге ештеңе керек емес. Өлі тірісі белгісіз сұлық жатыр. Толас оны мазалағысы келмеді. Бәрібір қайыр жоқ екен, бұлай да көрініп тұр. Әбден есін жисын, сосын әрі қарай көрмекші болып ұйғарды. Осы жатқан қалпында басын балтамен шаба салғысы да келді. Бірақ онысы оңай өлім сияқтанды. Ол қатынды әбден азаптауы тиіс. Қандай тәсіл қолданыларын тап қазір өзі де білмей, сондықтан таң атсын. Мүмкін қаперге келмейтін тың шешім сонда туындар деп бел буды. Ең маңыздысы, Толас оны ешқашан да кешіре алмайтынын анық түсінді. Ол бұның көз алдынан азап шегіп барып, ендігі әрі ешкімге бұйырмайтындай болып, тек қана қара топырақты ғана құшақтауы тиіс еді. Баласын қалдырып кетуге дәті бармады. Бір құмыра су алып, ұлын арқалап бетінен жайылып жүрген мал соңынан ілесті. Әбден күн қызған шақта мал да көлеңкездеп тау бөктеріндегі қайың терек өскен тоғайға қарай ойысты. Сол жерде кешкі салқынға дейін дамылдап, күн қайта жайылымға тағы шығады. Осы мезгілді пайдаланып, Толас баласын бір көтеріп, бір жетектеп үйіне оралды. Әсима қалған арақты ішіп алып, бұғып жатқан шығар деп ойлаған. Олай болмады. Түскі асты әзірлеп, ас бөлмесінде күйбеңдеп жүр екен. Мына көріністен Толастың іші жылып сала берді. Әсиманың да бетінен от шығып, қысылып қымтырылған рай көрсетті. Мүмкін өкпе реніш осымен тарап кетсе, өмір сүру дегеніңіз өте жеңіл дүние болған ма деген ойға қалды Толас. Тоқ тамақтан соң Толасты ұйқы басып, бір жарым сағат көз шырымын алуды жөн көрді. Жасы бастыққа тиер тиместен қор ете түскен оны сәлден соң қойны қонышын тіңкілеген әлдекімнің қолы оятып жіберді. Ұйқылы ояу халде көздері мұнартып, ылыққан иттей үстіне төнген Әсиманы анықтанды. Астыма жатқым келеді деп әйел оттай демімен күйеуінің бетін шарпып күбір етті. Толас не дерін білмей өзіне төніп келе жатқан бұл қатер ме әлде бақ бекенін айыра алмай абдырады. Сосын болған жағдайдың барлығы бұлттан шыққан күн тәрізді санасында жарқ ете түсті. Өмірінде өзі естімеген жаман дауыспен барқ етті. Қылапатты қылып алып не оттап тұрсың? Жоғал, көзіме көрінбей салдақы. Иә, мен салдақымын. Сонда екенімді біле тұрып мен алдың. Сенің алдыңда арым таза. Ұялмай ар туралы айтасың. Қара жер сені қалай көтеріп жүр екен? Өлтір мені. Бірақ есіңде болсын, мен сені сүйемін. Мен науқаспын. Әсима бетін алақанымен жауып, екі иығы селкілдеп еңкілдей жылады. Толас ошырылып, не істерін білмей жалтақтады. Әйелін аяп басынан сипағысы да келді. Бауырына басып әдеттегідей құмары қанғанша ләззатқа батқысы да келді. Іштей тіленіп тұрған бұндай сезімге сырттан тежеу табылып, әйелінің жасаған аярлығын көлденең тартып, Толастың жанын жібіткісі келер емес. Білем қай жерінің науқас екенін, өмірі тоймайтын болмайтын бір қарыс шегін ғана науқас. Білсең сол, қанталаған көздерін айтып тұр, мені өлтіргің келетінін.
Жалғыз өтінішім бар, тура сол жеріме мылтықты қадап тұрып атшы. Мені де екеуміздің махаббатымызды да құртып обалына қалған сол. Көрейін, сезейін иттің баласының тартқан азабын. Тартқышшы жаным, солай сазайын. Бұл әңгімеден соң біраз күн өтті. Тоң-торыс бөтен адамдарша әркім өз шаруасымен шұғылданып жатты. Нәсілінде жасайтын шаруа да қалмаған секілді. Бұрын мына жиған мал мен дүние бұлар үшін ортақ қазына діттеген мақсаттарына жеткен белестердің белгісі тәрізді еді. Енді соның бірі көзді қуантып көңілді елітпейді. Бәрі бекершілік, уақыт пен қайратты сырап еткен алдамшы елес сынды. Екі адамның арасына түскен сызат түсіріп жатқан өмірлерінің тағы бір қырын ашты. Отбасына татулық болмаса күллі дүние қаңырап, төңірек баянсыз боқ дүние айналып адамнан ынта кетеді екен. Толас өзін аяп ішінен мүсіркеп отырғанда оның ойына оқыс қайнатасы мен енесі түсті. Гошаға ел арасында беделді, жұрт қызығатын қызметі бар сыйлы адам. Қараш оның басына дәл өзінікіндей сордың жабысқаны. Апырай, ол қалай төзді екен. Өзін ауыздандырған Зайда апайды да жаман ада деуге аузың бармайды. Сол жұрт сөгетін нәрсені істей тұрса, оны аса бір қамқорлықпен балапанын келешекте қанат қақтырған ене ретінде істеген сияқтандау. Толас тіршілік, адамзат, дүние, отбасы, бала туралы тағы да ауыр ойларға шомып, ақырында қорытындыға келді. Ертеңінде ол әйелі мен баласын жолшыбай көлікпен етекке аттандырып, өзі көл басында жалғыз қалды. Елге келген соң Асима көп есеңгіреп жүрген жоқ, тез есін жиды. Күйеуінің қолынан ажал құшам ба деген қауіп сейіліп, біраз уақыт мүлгіп кеткен ескі дерті таудағы қызудан соң қайта оянып еркінен тиектей бастады. Кішкентай жиен немересін отырғызар жер таппаған Гош ағай мен Зайда апайдың қуанышында шек жоқ еді. Асиманың төркініне келе сала тым қыдырымпаз болып кеткенде күдік тудырмады. Елші ғой, құрбы-құрдастарына барып жүрген шығар, неше жыл айдалада аю секілді жабай өмір кешті. Қыздың дәті берік екен, өзге біреу болса бір айға шыдамай қашып кетер ме еді. Алғашқы күндер Асима ары өткен бері өткен еркектердің жүріс-тұрысын қалтарыста отырып аңдыды. Оған аса керегі ермек таппай зерігіп келе жатқан жалғыз еркек еді. Оның жас яки мосқалдылығы маңызды емес, бастысы еркектік қауқары болса болды. Гош ағайдың ағаштан өріп жасаған қара моншасы үйінен шеттеу бақша аяғындағы қалың үйеңкінің ішінде тұр еді. Осы сырт көзден таса монша маңын кейінгі кезде өзін еркекпін деп санайтын ауылдың боқ мұрны мен картемші үйірсектей бастаған. Бір жарты қызылға жата кететін, өзі арзан, өзі көрікті қатын еріккенділердің құлағын елең еткізді. Шешесінің орнын басты. Ұяда не көрсе ұшқанда соны алады деп тағы жатты. Бұл отбасының өткен тарихын білетін ауылдастары. Толас кішкентай ұлын қатты сағынды. Бір жар күнге үйі мен малын бас көз бола тұруға, сол маңдағы омарташының келісімін алып, сәлем сауқатқа толы екі бас теңкиген қоржынды қанжығаға байлап, желбеге жамылған ұзын етек солықтың астынан дымын төмен қарата мылтығын асынып салт атпен жолға шықты. Ол баласының өте жақсы көретін балауыздағы бал кеспегі мен таудың сиыр бүлдіргенді және тауық көзін ерінбей теріп ала шыққан. Оны Асима да ұнататын. Толастың жалғыз қалғаны жақсы болған сияқты. Көп нәрсенің мән мағынасы өзге қырынан ашылғандай болды. Оның түсінгені адамның кешірімді бола білуі аса маңызды екен. Ашуға булығып балта сілтеу көрінген жындының қолынан келетін іс қой. Ал сезім ырқына берілмей қалт-құлт еткен шырағыңды өшіріп алмау қиынның қиыны болар сірә. Ол боларыс болды, бояуы сіңді деген ұйғарымға келіп, орталарындағы бір ұл мен қыздың бақыты үшін тағдырдың салған тауқыметін сынбай көтеруге бел буды. Өзін Гош ағайдан кем емеспін деп санады. Жалпы алғанда Асима да мүлдем құрыған кісі емес қой. Өзі айтқандай науқас, мүмкін ұят пен жалған намысты сырып қойып, қалаға апарып емдетер. Не бір түрлі дерттің шипасы табылып жатқан мына заманда жатыр құтырмасын жаза алмаулары мүмкін емес қой. Ол осындай оймен қайнатасының үйіне таяп қалған. Бақша аяғында ербиген еркектерді байқап, атының басын тежеп, бұл не тұрыс дегендей жөн сұрады. Күн күйдіріп, жел қағып, бет-жүзі қарайып кеткен және сақал мұрты қабадай Толасты ауылдастар танымады. Тіпті Толастың атқа мініп жүргенін ешкім көрмеген. Сондықтан оны сырт ауылдан болар деп болжаған әлгілердің бірі, беліңді жеңілдеткің келсе кезекке тұр деді. Толас атын тебініп, мәслихат орын алған жаққа өтті. Гош ағайдың қара моншасы. Дәл осы монша ішінде анау бір жылдары Зайда апайы Толасқа алғаш рет әйел ләззатын таттырған еді. Содан бастап ол өзін еркекпін деп есептеді. Ол, япырай, Зайда апай ескі кәсібіне қайта оралған ба деген ойға қалды.
не істерін білмей сәл абыржыды да, ақыр келдім ғой дегендей атынан түсіп, тізгінін ағаштың бұтағына қысырды. Салаңдаған суылықты қаудырлата шешіп жұмарлай орап қанжығасына байлады. Иығындағы қос ауызды опырып әлденеге оқтады. Сол тұста топтасқан жұрттың көзі Толастың әр қимылын бағып қалт жібермей жүрексіне қарап тұр. Мен ұзақ жол жүріп келдім. Мүмкін кезексіз жіберетін шығарсыңдар деп Толас өзін танымай қалған жерлестеріне мылтықты әдейі айбар қыла кезеп. Әрине, біз қонақжай халықпыз ғой деді біреу жалпақтады. Зәйді апай әлі бабында ма екен? Ой, ол кемпірдің артын ойып алып тастағалы шаруадан қалған. Бұл қызы ғой. Кім? Әсима ма? Ойбай, аттан. Мынау Толас қой. Құдай сақтасын деп әлгі топ тым-тырақай қаша жөнелді. Толастың басына қаны шауып, көз алды қара түнекке айналды. Оқталған мылтықты алдына кезе ұстап, тапырлата ішке енді. Ауызғы бөлмеде кіргенде ар жағынан ышқырын түймелеген біреу бұған бетпе-бет түйісті. Толас оны мылтықтың ұштығымен іштен бір бүйіріп екі бүктеді де сол арнымен ары өтті. Әсима лыпасы шалқасынан жатыр екен. Кезекпен кірген келесі біреу деді ме, тілі күрмеліп, қарақшы ұқсамай, келсей шықсай тақтайға деп бүгілген тізелерін айырды. Сосын оның құлағына біреу сыбыр еткендей басын көтеріп алды да, ала көлеңкедегі бозарған бейнеге тесіле қарап, келдің бе жаным, құтқар мені мына азаптан деп тақтаға сылқылады. Бақша басында жайылып жүрген жылқыны көріп, бұл не мал деп сол жаққа барған Гош ағай астынан кеткен көп қаннан